Ассалаумағалейкум армысыздар, құрметті қазақ елі, Ермек Албан, қазақтың биі. Мына әлеуметтік желілерде халықтың арасында боз айғыр сойған туралы көптеген түсінбеушілік болып жатыр. Соны мен сіздерге қысқаша түсіндіріп айтып кетейін. Жылда бізде Қазақстан бойы 16-сы, 17-сі, 18-і 3 күнде жаңағы құрылтай өтеді. Осы екінші жылы Алматы қаласында өзім ұйымдастырып отырмын. Осы жылы сол 15-нен бастап бізде жан-жақтан Қазақстаннан билер келе бастады. 16-сы күні бізде Жидел деген жер бар. Осы Алматы қаласынан Али бұрылысында сол Жидел деген жерде Болат бауырымызға аян жаңағы түс кіріп, сол жер осы қазақтың жиналатын жер болады. 20 атаның таңбасы жерде тұрады, хан тағы сонда тұрады, тайқазан сонда тұрады, және билердің академиясы сол жерге салынады. Бүткіл билердің бәрі сол жерден сабақ алып, жан-жақты жұмысымыз жасайтын боламыз. Сол енді сол 16 күні біз боз айғыр сою рәсімін бастадық. Ол боз бие сою рәсімдері атам заманнан келе жатқан сондай іс-әрекет. Халықтың басына ауыртпашылық түскен кезде, жаманшылық болып жатқан кезде, және де үлкен іс-әрекеттерді жасардың алдында, бір жаратушы ием алдында өстіп, халық малымның ең әдемісі де, ең сымбаттысы осы ақ боз бие, не болмаса боз түйе жаңағы сояды. Сөйтіп осы іс-әрекетімізді осы бір апамызға аян түсіп, сол апамыз кезінде бастаған екен, сол 80-ші жылдары. Одан 90-ші жылдары бастаған. Содан бүткіл Қазақстан бойы сойылды. Ол пандемия кезінде жан-жақта әр облыстан боз биелер сойылды. Боз биелерді осы жан-жақтан сойғаннан кейін, осы пандемия кезінде қатты адамдар ауырып, өле бастаған кезде Алматы қаласында ағаларымыз, апаларымыз бар. Сол боз бие сою рәсімін жасап, өзім осы Алматы қаласында Албан атамыздың және алматылықтардың атынан 550 мың теңгеге боз биені сатып алып, сол кезде сол рәсімдерін жасадық. Ол жерде де солай Құран сүрелерін бағыштап, бір жаратушы ием Алла тағаладан сұрап, ауыртпашылық қазақтың басынан осындай жаман қиын қыстау кезде адамның өлімі тоқтасын, жаманшылықтан сақтай көріңіз деп бір жаратушы ием Алла тағаладан тілек тілеп, сол боз биені әкеп, ырымдарын жасап, осылай өзім сойдым. Ол кезде жаңағы боз биені сойып, етінен, сүйектен етін сылып алып, сүйегін терісімен қосып, басымен ақ матаға, жаңағы ақ матаға орап, жерге 1,5 метр жерге салып, бүткіл рәсімдерін жасап, енді мен өзім жылда айтатын дұға тілегім, ол қазақ елім жерім аман есен болсын, қазағым барлық қарызымыздан құтылайық, бай, бақытты ел болайық, жүрегінде иманы бар елім жерім деген азаматтар келсін билік басына, ауыртпашылық, апаттардан, жаманшылықтардан, жаулардан сақтай көрсін, жаңағы биліктегі сатқындардың бәрі кетсін, қазақ халқының рухы көтерілсін деп өзім күнделікті дұға тілегімді жасап отырамын. Және де сол жерде сол дұға тілектерімізді, Құран сүрелерін айтылып, жаңағы рәсімдермен көмілді. Енді сол Болат бауырымызға осы рәсімді бітіруге аян келген. Сөйтіп осы рәсімді бітіру үшін боз биелер алдында сойылған, енді боз айғырмен осы рәсімді бітіру керек болды. Біраз енді қасымызда көрікпел мықты азаматтар да жүреді. Олардың енді бір соңғы сөйлескен кезде айтқаны, өстіп мына әруақтар әлемімен мына қара тесік дейміз, үлкен туннель дейміз, сол жаңа ашылып, оны жаңағы жабылмағаннан кейін көптеген осы рәсімде қатысқан адамдардың көбісі кетеді, өледі. Сөйтіп жаңағы апамызға Болат бауырымыз барып айтқан, осы рәсімді бабаларымыз маған жүктеп жатыр, мен бітіруім керек деп, сол жаңағы апамыз өзім рәсімді бітірем деп, бірақ жаңағы 2-3 күннен кейін апамыз да қайтқан. Сонымен қоса 3-4 осы істі бітірем деген азаматтар 3-4-еуі сол о дүниеге қайтып кетті. Сөйтіп осы рәсімді бітіру, сол 16-сы күні мен осы боз айғырды Қазақстан бойы іздеп,
Алматы облысы келген жақтан тауып түнімен жаңағы 600 мың, сонымен жаңағы жолы бар, сонымен 700 мың теңгеге өзім алдырттым. Сөйтіп жаңағы рәсімді бастап 16 күні біз сойдық. Сойып, ол жерде жан жақтан келген билер сол рәсімде де қатысты. Ол жерде сүйегінен етін сылып алып, ақ матаға орап, күн батқанша біз сол жерге жаңағыны салдық. Салып бүткіл қазақтың басындағы жаманшылық, бәлекет сәлекеттерінің бәрі сонымен кетсін, қазақ халқына жақсы замандар тусын деп жаңағы бір жаратушы Алла тағаладан Құранның сүрелері бағышталды. Және де ол жерде халық арасында жүрген мықты азаматтар да келді, қарилар да келді. Құранның сүрелері, көптеген рәсімдердің бәрін жасап, соның бәрін біз жасап істедік. Ол жалпы қазақ халқы үшін жасадық, ел үшін, жер үшін жасадық. Жаңағы жаны сол боз айғырмен жаратушы Алла тағалаға соны бағыштап істедік. Ал енді ең жақсы мына боз бие, боз айғырдың жаңағы қаны құнар дейді, сол жер ана құнарланып, және бабалар әруақтар әлеміне де жаңағы бағыштап, енді ата бабаларымыздың әруақтары қолшап қолдап жүретін болады бізді. Сол рәсімді жасадық. Енді көпшілік халық оны дұрыс түсінбей жатыр. Бізде қазақтың салт дәстүрінде ондай жоқ, анау мынау деп, біз мұсылманбыз деп. Енді мен өз басым жаратушы Алла тағалаға әрқашанда басым деймін, таңертеңнен кешке шейін басым деп, бір жаратушы Алла тағалаға разылық үшін жаңағы осы жұмыстарымызды жасап жатырмыз. Енді көпшілік халық енді дұрыс түсінбегеннен кейін соны кішкене қысқаша түсіндіріп айтып кетейін деп отырмын. Біз енді мұсылман болғаннан кейін жылда әрқайсы мұсылман құрбандық шалады, қой шалады. Сіздер енді не үшін шаласыздар, соны өздеріңіз тереңірек ойланып көріңіздер. Оны біз не үшін шаламыз? Бір жаратушы Алла тағалаға бір жылдық біз өміріміз сүріп, берген нәсібесін жеп, қолданған үшін жаңағы бір жаратқан иеме шексіз рақымшылығымызды, алғысымызды айтып, өстіп құрбандыққа әр мұсылман жылда қой сояды. Ал енді халық үшін үлкен іс-әрекеттің бірі, үлкен жаратушы Алла тағаланың алдында біз сұрап, дұға тілейміз, қабыл болсын деп, бүткіл халық болып сөйтіп боз биелер сойып, енді осы біз боз айғырмен соның нүктесін қойдық. Сонымен соны жаңағы бүткіл рәсімдерін жасап бітірдік. Енді бір жаратушы Алла тағаланың қолдауымен, қалауымен ата бабаларымыздың әруақтары қолдап, қазақ елінде жақсы өмір басталатынына өз басым сенем де, және де бір жаратушы Алла тағаладан өз басым сұраймын. Және де қасында жүрген билер де, осы рәсімге қатысқан жаңағы аға бауырларымыз, әкелер, апаларымыз бар, бәріміз бір Аллаға табынып, енді атам заманнан келе жатқан қазағымыз Тәңірім дейміз, жаратушы ем дейміз, Құдай дейміз, Алла дейміз. Сол бір жаратушы емнің есімі, қалай айтсақ та. Сол енді көпшілік азаматтардың түсінбей жатқаны осындай жағдай болып отыр. Соны қысқаша түсіндіріп кетіп отырмын. Бәріңізге мың алғыс. Бір жаратушы Алла тағала осы жасаған рәсімімізді қабыл етіп, қазақ елінде жақсы өмір басталып, жаңа Қазақстанымызды бірге құрып, бай қуатты ел қылайық. Әмин.